аты жөнім Берікбаева Аяул. Мен Жамбыл облысы Шу қаласы Төлбі атындағы орта мектептің 8-ші сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздерге заманауи тағамдар мен экологиялық қауіп латяо мысалында ғылыми зерттеу жұмысын ұсынамын. Бұл тақырыптағы себебім қазіргі таңда оқушылар арасында латяо тағамы жиі тұтыну үрдіске айналды. Ал оның адам денсаулығына қоршаған ортаға қандай әсер беретінін біз көпшілігіміз біле бермейміз. Латяо қаптамасына 10 жасанды хош иістер мен бояғыштар кіреді. Натрий глутаматы дәм күшейткіш ретінде қолданылады. Оның зияны бас ауруын тудырады, жүйке жүйесін қоздырады, қан қысымын жоғарылатады, аллергия мен ұйқысыздыққа себеп болуы мүмкін. Денатрий нуклеотиді глутаматпен бірге дәм мен иісті күшейтеді. Оның зияны асқазанға салмақ түсіреді, аллергиялық реакция шақырады, балаларда гипербелсенділік тудырады. Денатрий пирофосфаты қамырды жұмсартқыш ретінде қосылады. Оның зияны кальцийдің сіңуін тежейді, сүйекті әлсіретеді, бүйрекке ауыртпалық түсіреді. Кальций дигидрофосфаты өнімді тұрақтандыру үшін пайдаланылады. Оның зияны ас қорыту бұзылады, остеопороз қаупін арттырады. Натрий бикарбонаты қопсытқыш немесе тұрақтандырғыш. Оның зияны артық қолданылса, асқазанның қышқылдық балансын бұзады. Цикламат жасанды тәттілендіргіш. Оның зияны бүйрекке және бауырға улы әсер етеді. Кей елдерде балаларға қолдануға тыйым салынған. Сукралоза қант орнына қолданылатын тәттілендіргіш. Оның зияны асқазан мен ішек микрофлорасын бұзады. Ниотам өте күшті жасанды тәттілендіргіш. Оның зияны нерв жүйесіне әсер етеді, бас ауруы, жүрек айнуы, ұйқысыздық болуы мүмкін. Қызыл бұрыш өнімді ащы ету үшін қолданылады. Зияны асқазанды ішкі қабатын тітіркендіреді, гастрит бар адамдарға өте зиян. Барысында мен 4 міндет қойдым. Латяо тағамының құрамын зерттеу, оқушылар арасында сауалнама жүргізу, қаптама қалдықтарының экологиялық әсерін анықтау, салауатты тағам таңдауға бағытталған ұсыныстар әзірлеу. Одан кейін латяо қаптамасының сыртын зерттедім. Оның артында тұрған қытайша сөздерді қазақ тіліне аудардым. Яғни оның ішінде 10 жасанды хош иістендіргіштер мен бояғыштар бар. Натрий глутаматы дәм күшейткіш ретінде қолданылады. Зияны бас ауруын тудырады, жүйке жүйесін қоздырады, қан қысымын жоғарылатады, аллергия мен ұйқысыздыққа себеп болуы мүмкін. Денатрий нуклеотиді глутаматпен бірге дәм мен иісті күшейтеді, зияны асқазанға салмақ түсіреді, аллергиялық реакция шақырады, балаларда гипербелсенділік тудырады. Одан кейін мен оқушылар арасында сауалнама жүргіздім. Сол сауалнамада 8-9 10 сыныптар арасында 80 оқушы сауалнама берді. Сауалнама нәтижесі: латяо тағамын жиі қолданады 42%, латяо өнімінің құрамын білмейді 81%, достарын жейді, дәмі ұнайды 60%, латяо құрамында химиялық қоспа бар екенін білмейді 60%, адам денсаулығына зиян екенін біледі 65%, бұл қаптама табиғатты 400 жылда шіритінін білмейді ал 56%, бұл қаптама полиэтиленнен жасалған білмейді 56%, латяо қаптамалары қоқыс болып, жол жиектерінде көп жиналатын жерлерде кездеседі 68%. Сонымен қатар, латяо достарын жейді, дәм ұнайды, яғни латяоны көп жейтін оқушылардың пайызы 60%. Латяо қаптамасын қоқыстарда, жол жиектерде көретін оқушылардың пайызы 68%. Латяо қаптамасын мен өлшедім. Экологияға әсері латяо қаптамасының шамамен 5 см 0,105 метр, ұзындығы 12 см метр мен 0,112. Сауалнама нәтижесі барлығы 80 оқушы, олардың 42% айына латяо тұтынады. 80-ді көбейтсек 0,142-ге тең болады 33-тен 33,6. 34 оқушы, яғни 34 оқушы айына латяо жейді. Бір оқушының айлық тұтынуы орташа есеппен бір оқушы аптасына бір рет жесе, айына шамамен 4 қаптама. Сонда 34-ді көбейтсек 436 қаптама айына. Жалпы қаптама ауданы бір қаптама 0,6 метр квадратын белгілесе, 136 көбейтсек 0,6 метр квадратқа тең болады 0,816 метр квадрат.
Демек, Қазақстан бойынша жасөспірімдер мен оқушылар арасында Латчауа қаптамасының қоқысқа тасталуы экологияға әсер етіп жатыр. Менің ұсыныстарым: мектеп асханасында табиғи тағамдарды насихаттау апталығын өткізу, Латчауа орнына кептірілген жеміс атты акция ұйымдастыру, экомобиль немесе цифрлық экожурнал жасап, мектептің экологиялық бастамаларын онлайн бөлісу. Қорытындылай келе, тек 80 оқушының ішінде 34 оқушы Латчауа тағамын айына тұтынған жағдайда жылына 10 метр квадрат көлемінде пластик қалдық қоқысқа тасталады. Бұл экожүйеге ұзақ мерзімді залал келтіреді. Табиғатты және өз денсаулығымызды қорғау әрқайсымыздың борышымыз. Мен өз зерттеуімнің нәтижесінде денсаулық пен экология егіз ұғым екеніне көзім жетті. Салауатты тағам мен экологиялық мәдениет жарқын болашақтан кепілді.